Сәлем достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып лимфа жүйесі немесе иммундық жүйе. Жалпы адамның денесінде артерия венаға, яғни вена айықтығынан басқа лимфа сұйықтық болады. Артерия оттегін тасиды, ал вена көмірқышқыл газын тасиды. Лимфа сұйықтығы қорғаныс қызметін атқарады. Лимфоциттер қоректік заттарды, шлактарды тасиды. Жалпы оның құрамы қан плазмасының құрамына ұқсап келеді. 0,1% қант, 4% ақуыз бен 0,9% минералды тұздардан тұрады. Қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Лимфоциттер жалпы бас мида, жұлында, көздің қасан қабығында, хрусталик тіс эмалінде болмайды. Қабырғасында кері ағудан сақтайтын қақпақтар болады. Мүшенің ішінде капиллярлар тұрыс жасап тұрады. Лимфа түйіндеріне барады. Мүшеден шығып, денеден жиналған лимфа сұйықтығы екі түрлі ағым жасайды. Кеуде ағымы мен екіншісі аяқтың дененің сол жағынан лимфа сұйықтығын жинап, қуық венаға құяды. Оң ағымы дененің оң жағында жүреді, яғни оң қолқадан бастың оң жағынан лимфа сұйықтығын жинап, қуыс венаға құяды. Лимфа түйіндер дегеніміз не? Лимфа түйіндер дегеніміз көлемі 20 мм қызғылт түсті, пішіні сопақ, қақпасы бар артерия вена жүйке тамырларының лимфа тамырлары дәнекер қабықпен қапталған. Қаптан шыққан өсінділер бездің ішінде тор жасап тұрады, ал оны көлденеңнен кескенде қыртысты және милы қабаттан тұрады. Милы қабат безден шыққан тамырлар бір-бірімен қосылып 4 түрлі баған жасайды. Бел бағаны, ішек бағаны, бұғана асты және де мойынтұрық асты. Лимфа жүйесі ұлпа сұйықтығының қан айналым жүйесіне қосылуына көмектеседі. Лейкоциттер түзеді, ағзаға түскен бөгде денелер мен бактерияларды ұстап, биологиялық сүзгі қызметін атқарады және аш ішек бүрлеріндегі майларды сіңіруге қатысады. Адамда лимфаның қозғалуында 3 жағдай әсер етеді. Біріншісі, лимфа тамырларына жақын орналасқан қаңқа бұлшықеттердің жиырылуына байланысты. Екіншісі, кеуде қуысының тыныс алу қозғалыстарының әсерінен, және де үшіншісі, ішек бүрлерінің жиырылуы мен бұлшықеттері жиырылып, лимфа тамырларын қысқанда лимфа бір бағыт бойымен қозғалады, және де лимфа қанға қарағанда баяу қозғалады. Құрметті достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.